Қайқауыстың ұлына арнап жазған кітабы Қабусынамадын. 7-ші тарау. Шешендік өнерін үйреніп, жоғары мәртебелі болуы туралы. Кісі сөз өнерін білетін шешен болуы тиіс. Ей перзентім, сен де шешен бол, сөйлей білгін, бірақ жалған сөйлеме. Сөйлесең, шындықты сөйлеп, туралықты айтумен атағың шықсын. Кейбір өте қажетті жағдайда айтқан жалған сөзіңе жұрттың сенуі мүмкін, бірақ сен оны әдетке айландырмай, әрдайым айтқан сөзің шындық болу керек. Жұрт сенбейтін шындықты да айтпағаның жөн. Жалғанға ұқсаған шындықтан гөрі шындыққа ұстаған жалған жақсы. Өйткені ондай жалған сөзге жұрт сенеді, ал жалған сияқты шындыққа ешкім де сенбейді. Демек, жұрт сенбейтін шындықты айтудан сақ бол. Менімен Абу Субар Шапур бинни Абу Әл-Фазыл екеуміздің арамызда болған оқиға сенің де басыңа түспесін. Әңгіме. Білгенің жөн. Әмір ал-Мұхменнің заманында Меккеден қайтып келе жатып, 1 жыл бойы Ганжада болдым. Үндістанға көп шабуыл жасаған едім. Сондықтан да Руммен жүруді жөн көрдім. Сол кезде Абу Субар Ганжа қаласында ұлық падиша еді. Ол өзі жайдары, жарқын мінезді, әділ, сақы, рахымшыл жан еді. Bir күні мені көріп қалды да, зет күрметін жасап, менімен әңгімелесуді көңілі қалап, түрлі сөздер мен сұрауларын беріп, менен көңіліне қонымды жауаптар есітті. Мен сөздерім оған өте ұнап, шын ықыласымен көңіл қойып тыңдайтын. Мен де оның ықыласына қарай көңілімде бардың бәрін жасырмай айтушы едім. Көңіл жарастығы себебімен бірнеше жылдар бойы Ганжада тұрып, әрдайым оның мәжілістеріне қатысатын едім. Патша менің әртүрлі әңгімелерімді тыңдаудан жақпайтын. Bir күні менің мемлекетім, әсіресе ондағы Гурган қыстағы туралы баяндауды өтінді. Сол өлкенің қызықты салт сана, әдет ғұрыптары жөнінде әңгімелер айтылды. Сөз арасында мен оған, Гурган қыстағында Севаск деген ауыл, оның маңайында бір бұлақ бар дедім. Көзе қолтықтаған әйелдер күнде бұлақ басына баратты, мөлдір суға толы көзелерін басына қойып, тізбектеу ауылға қайтады. Әйелдердің біреуі көзе көтермей басқалардан алға шығып, жолдың өне бойына көз сала жүреді. Оның себебі сол жерде Сизак деп аталатын көк түсті құрт болатын. Алда келе жатқан әйел сол құртты байқап қалған жағдайда, оны жолдан аулақ жерге алып тастауға міндетті. Егер әйелдердің біреуі жолда жатқан құртты байқамай басып кетіп, өлтіріп қойса, көзедегі суларын төгіп, оны қайтадан жуып, бұлақтан таза су әкелуі тиіс. Мен осы әдетті ғұрыпты айтқанда, әмір Әбу Субардың қабағы түсті де, менен жүзін теріс бұрды және менімен бірнеше күндер бойы бұрынғысындай әңгімелеспей қойды. Bir күні Физуан Дайлими маған қарап былай деді. Әмір, сен туралы әңгіме қозғап, пәлен кісі өте дана, ақылды жанау, бірақ жас балаларға айтатын жалған әңгімені маған баяндады. Сол сияқты адамның өтірік әңгімені айтуы жараспай-ақ тұр деді. Мен бұл хабарды естіп, Ганжадан Гурганға арнайы бір кісі жіберіп, айтылған әдет ғұрыпты дәлелдейтін жергілікті жердің ғұламалары қол қойған куәнама хатты жеткізуді әрекетке кірістім. Гурганның беделді ғұлама қазы мүфтилері қол қойған айтылмыш әдет ғұрып туралы куәнама хат менің қолыма 4 айда тиді. Мен сол куәнаманы падишаға көрсеттім. Падиша хатты оқып миығынан күлді де. Сен сияқты кісінің мен сияқты падишаның алдында өтірік айтпатынына кәміл сенемін. Бірақ 4 ай ішінде бір елдің қазы, мүфти, ғұламалары куәлік жасаған жағдайда ғана сенуге болатын шындықты айтудың өзі дұрыс емес. Бұл сияқты шындық әңгіменің анық-қанығы анықталған соң ғана есепке өтеді деді. Ей перзентім, білгенің жөн. Адам 3 түрлі, сөз 4 түрлі болады. Адамдардың бірінші түрі біледі және білген сайын білгісі келеді. Бұлар ғалымдар тобына жатады. Бұлардың айтқанына тәнті тұру керек. Екінші түрі біледі, біле тұра білмеймін дейді. Бұлар ұйқыдағы зұлымдар. Олардан сақ болған жөн. Үшіншісі білмейді және білгеннің тілін алмайды. Олар ессіз, надандар.
Бұл сияқтылардан аулақ жүру керек. Сөз 4 топқа бөлінеді. Біріншісі білуге де, айтуға да қажет жоқ сөздер. Екіншісі білуге де, айтуға да қажетті сөздер. Үшіншісі білуге қажеті жоқ, бірақ айтуға болатын сөздер. Төртіншісі білу керек, бірақ айтуға қажетсіз сөздер. Негізінде дүниенің бар жақсылығы айту және білу үшін қажетті сөздерге тән қасиет. Бұл сөздер дүние үшін пайдалы болып, айтушыға да, тыңдаушыға да мән мағынасымен әсерлі болуға тиіс. Білу қажет, бірақ айтуға мүмкін емес сөздерге жататындарға мысал ретінде бір мансапқордың немесе бір досыңның айыбын бетіне басуды келтіруге болады. Егер бір мансап иесінің немесе досыңның айыбы саған мәлім болса, ақыл таразысына салып қарағанда, оны тікелей айту ақылсыздық. Өйткені сен олардың айыбын айтсаң, мансапқор ашуланып, досың саған өкпелейді. Яғни өзіңе өзің дау-жанжал артып алуы лезде. Сондықтан да бұл сияқты сөзді білгенің дұрыс, бірақ айтылмауы қажет. 4 түрлі сөздің ең абзалы білуге де, айтуға да қажетті сөздер. Бұл 4 түрлі сөздің екі жағы бар. Біріншісі сұлулығы мен мәнділігі, екіншісі өнсіздігі мен мағынасыздығы. Халық алдында сөйлеген сөзің сұлу болып, оны жұрт ықыласымен тыңдасын. Сөз өнерін меңгеріп, биік дәрежеге көтерілгеніңді жұрт сөйлеген сөзіңнен білсін. Халық адамның қандай дәрежеде екенін сөйлеген сөз арқылы біледі. Керісінше, сөз дәрежесін адам арқылы білмейді. Өйткені, әр адамның шама шарқы өзінің сөйлеген сөздің астарлы мәнінде жасырын жатады. Айтылуға тиісті бір сөзді тыңдаушының көңілі қиырда да, раушанда болатындай мағынамен айтуға болады. Әңгіме. Харун Рашид бір күні түс көріп, түсінде аузындағы тістер түгелдей түсіп қалады. Ерте тұрып түс жорушыны шақырып, түсінің мазмұнын айтады. Түс жорушы: «Ей, әміршім, сенің жақын ағайын туыстарының бәрі өліп, сенен басқа ешкімде қалмайды екен» депті. Харун Рашид: «Менің бетіме бат дейтіп қайғы толы қаралық сөзді айтуыңа жол болсын. Егер менің барлық ағайын туғаным қырылып қалса, мен қайтып күнімді өткізбекпін» деп түс жорушының жонына 100 дүре соғуға бұйырады. Түс жорушының өзге біреуін шақыртып алып, көрген түсінің мазмұнын айтып, түсімді жорып бер дейді. Түс жорушы: «Ей, әміршім, барлық ағайын туысқандарыңнан гөрі сенің өмірің, жасың ұзақ болады екен» дейді. Харун Рашид: «Жалпы ақылдың жолы біреу-ақ, екеуінде жоруы бір жерден шықты. Бірақ алғашқы жору мен соңғы жорудың парқы аспан мен жердей» депті. Халифа кейінгі түс жорушыға 100 ділдә беруді бұйырады. «Ей, перзентім, сөздің оңы мен терісіне, өңі мен астарына айрықша мән беріп, мағыналы етіп сөйлеу үшін әрекет істе. Сөз сөйлеудің кереметтей қасиетіне міне осылар жатады. Сөйлеген сөзіңнің мағынасына мән бере білмесең, мысалы, сен де бір құс сияқтысың. Мұндай құстың атын тоты дейді. Тоты құс та сөйлейді, бірақ ол сөздің мағынасын білмейді. Шешен кісінің сөйлеген әрбір сөзі халыққа түсінікті, және оның өзі халықтың әрбір сөзін жете түсініп, жоғары дәрежеде меңгерген жағдайда ғана айтуға болады. Мұндай жандар ақылдылар тобына жатады. Ал ондай қасиеттен құралақан қалған жандар, олар да бір адам кейпіндегі жануарлар. Сөздің құнын дұрыс бағалай біл. Өйткені сөз жай нәрсе емес. Білген сөзіңді өз орнына қойып, уақытыңды босқа өткізбеуге тырыс. Уақытыңды босқа өткізу даналыққа, ажал жеткізумен тең. Әрдайым шындықты сөйле. Мәнсіз сөз айтуға әдеттенбе. Білмейтін іліммен сөйлеп, нан талап етпе. Қандай талап болмасын, тек білетін ілім өнеріңмен ғана жүзеге асады. Білмейтін ілім өнерді білемін деуден, босқа азаптанудан басқа түк те шықпайды. Әңгіме. Анушыраван әділ патшаның заманында бір әйел Бузурышмехрдің алдына келіп бір сұрау берді. Бузурышмехр ол сұраудың жауабын білмейтіндіктен әйелге қарап: «Ей, мен сенің сұрағыңа жауап бере алмаймын, өйткені мен оны білмеймін» деді. «Егер сен оны білмесең, қалайша падишаның нанын жеп жүрсің?» деді.
Бұзыш мехір, білген сөзім үшін жеймін де, білмеген сөзім үшін нанын жемеймін. Егер бірде-бір сөз білмесем, патша маған еш нәрсе бермес еді депті. Ей перзентім, әліңнен аспа, асып тасудан сұмдық істің басы деп түсінгейсің. Әрбір істе орташа болған жөн. Әрбір сөзді сөйлеуде жұмысты істеуден шыдамды болып, саспағаның жөн. Сырыңды өзіңнен басқа ешкімге айтпағайсың. Ал біреуге айтқаннан соң, оны құпия деп есептеме. Топ ішінде жеке біреуді оқшау шығарып алып сөйлесу, немесе құлағына сыбырлап сөз айту жақсы әдет емес. Ондай сөзден адамдар күмән етеді. Өйткені көпшілік бір-біріне күмәншіл келеді. Сөйлеген сөзіңнің дұрыс-бұрыс екеніне жұрт куәлік беретіндей болсын. Егер өзіңді зорлық пен қылмысқа itергің келмесе, бір нәрсеге куәлік беруден сақтан. Куәлікті өз еркіңмен бер. Әрбір сөзге құлақ сал. Жеңілтектіктен сақтан. Ойланып сөйле. Ал ойсыз айтқан сөзіңе өкінбегейсің. Алдын ала ойлану асыл қасиет. Әртүрлі сөзді тыңдауда қиналма. Өз қажетіңе жарасын, я жарамасын, тыңдаудан жалықпа. Қалайда өзің үшін сөз қақпасы ашық болып, пайдалы сөздің қайнар бұлағы таусылмасын. Суық сөз сөйлеме. Суық сөз де мысалы бір арам шөптің ұрығы сияқты. Одан дұшпаның пайда болады. Дана болсаң да өзіңді наданға сана. Сонда ғана саған өнер дарбазасы әрдайым ашық болады. Егер сөз өнеріне жетік болсаң да, сөз құрылысын бұзбай, қағаз қалпында дұрыс айтқанда, бір қалыпты ырғақпен сөйле. Қызметкер адамдармен қызметкерлерше, қарапайым адамдармен қарапайым сөзбен сөйлегін. Қай кезде болмасын, шешендік өнерінің шегінен шықпа. Аузыңнан шыққан сөздің тыңдаушының жүрегіне қонымды, жеңіл болсын. Егер сен сөйлегенде бұл тәсілді қолданбай, айтар сөзіңді бар ықыласыңмен дәлелдегеніңмен, жұрт оны тыңдамайды. Тыңдаушылардың талабына қарап, көңілдегісін тауып сөйлеген кезде ғана қиын жағдайдан қысылмай шығасың. Ей перзентім, егер сен қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмәр шешендерден төмен ұста. Сөз үйренуден жиренбе. Көп біліп, аз сөйле. Аз біліп, көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны. Аз сөйлеу сау саламаттыққа тән қасиет. Көп сөздіні қанша дана болғанмен жұрт ақылсыз деп есептеп, керісінше сөйлемей отырған ақылсыз адамды ақылды жан екен дейді. Егер сен өзің адал жан болсаң, жаман істен бойыңды таза ұстаған жағдайда ғана өзіңді өзің мақтама. Өйткені сен өз пайдаңды ойлап, өзіңе өзің куәлік берсең, сені ешбір жан тыңдамайды. Сені халық мақтасын. Сөйлегенде әрбір сөзің нысанаға дөп дейсін. Әңгіме. Бір ғалым кісі бар еді. Ол Зинжан өлкесінің шайығы болатын. Сол жерде бір ақсүйек жігіт бар еді. Ғалымдарға ұқсап сөз айтуға құмар жан еді. Екеуі бір-бірімен жиі айтысқа түсіп, бірін-бірі қаралауға құмар еді. Бір күні ақсүйек жігіт шайықты кәпір деді. Бұл сөз шайықтың құлағына жетті. Шайық, мен егер кәпір болсам, ол арамза болады деді. Бұл сөзді ақсүйек естіді. Орнынан атып тұрып, ашумен Рай қаласына барды да, қаланың әкімі Сақип Аббаттың алдына кіріп, көзінен жасын төгіп, шайықтың жәбірлегенін баяндап, сіздің заманыңызда пайғамбар әулетін шайықтың арамза дегені дұрыс па депті. Бұл жағдайда Сақип Аббаттың қаһары келіп, жедел шабарманын жіберіп, шайықты шақырып алады. Әкім Сақип Аббат шайыққа қарап, сен үлкен ғалым адамсың, және жас емес, түрінен көрің жақын, көпті көрген жансың. Пайғамбардың әулетін арамза деп айтуыңа жол болсын. Айтқан сөзіңді дәлелде. Егер дәлелдей алмасаң, қатаң жаза қолданамын. Жұрт сенің қылмысты ісіңнен түңіліп, алдағы жерде әдепсіздік істемесін деді. Сонда шайық орнынан тұрып, бұл істің түйінін әділетпен шешкейсіз, және бұл істі дұрыс шешу үшін ақсүйектің өзінен басқа куәнің қажеті жоқ. Шындығына келсек, ол тек менің сөзіммен ғана адалданады деді. Сақип Аббат дәлелін айтыңыз деді.
шайық айтты. Ақсүйек жігіттің анасының некесін мен қиғанымды жұрт біледі. Бірақ ол мінбеге шығып, халық алдында мені кәпір депті. Егер ол кәпір деген сөзін шын көңілмен сеніп айтқан болса, кәпірдің қиған некесі мұсылманға жүрмейді де, Ақсүйек өз сөзінен арамза болып шығады. Ал егер ол айтқан сөзін шын көңілмен сеніп айтпаған болса, өтірікші болып шығады. Өтірікшінің де сазайын беру керек. Демек бұл Ақсүйек арамза немесе өтірікші. Енді оған қандай үкім шығаруды өзіңіз білесіз депті. Бұл сөзді естіген Ақсүйек ақылына ашуға жеңдіріп, ойламай айтқан сөзінен опық жегенін түсінді. Ей перзентім, жалған және босқа кететін жел сөзді айтпағайсың. Өйткені жел сөз қайыршылардың сөзі. Егер біреуге сөйлемекші болсаң, ол сенің сөзіңді тыңдағысы келе ме, әлде тыңдағысы келмей ме, алдын ала байқағаның жөн. Егер тыңдаушың сенің сөзіңе қарыздар болса, сөзіңді сатуыңа болады. Шу дегеннен тыңдаушыны сөзіңді жақтырмаса, ол сөзіңді қысқартып, басқа бір естушілерге жағымды сөзден сөйлегін. Қысқасы, тыңдаушылар сөйлеген сөзіңе ыстық ықылас білдірсін. Өзіңді көпшілік ішінде дұрыс ұстай біл. Адамның адамдық қасиетіне орай жұмыс істе. Орынсыз ұйқыдан сақтанып, халықпен қалай қатынас жасауды жоғарыда баяндадым. Ей перзентім, сөз тыңдаудан жалықпа. Адам сөзді тыңдай білген жағдайда ғана шешен бола алады. Бұған дәлел ретінде жаңа туған нәрестені көпшіліктен аулақ жайда оңаша жерде сақтап, бірде-бір жанмен сөйлестірмей, сүт тағам беріп тәрбиелесе, оған ата-ана мен анасы да сөйлемесе, сөз естіпей өскен бала есенгенде мылқау болады. Уақытты ұтымда пайдаланып, сөзді көп тыңдап, сөйлеу өнеріне жаттыққан жан шешен болады. Екінші мысал, кімде-кім анадан саңырау болып туылса, ол сөзсіз мылқау болады. Сондықтан даналардың сөзіне құлақ сал. Данышпандар айтыпты. Даналардың ақыл насихаты көңілдің көзін ашып, жан дүниеңді раушан етеді. Өйткені ақыл насихат данышпандық көзінің ағымен қарасы, сүрмесі әрі тотияйыны. Демек, даналар сөзін ұғынған, тыңдағаның жөн. Даналар сөзінде ізгі ниет, үлгілік өсиет мол. Осыған орай, Анушираван әділдің үлгілі өсиетке толы сұлу сөздерінің біразы есіме түсті. Оны осы кітабымда жеке бір тарау етіп жазамын. Ей перзентім, сен сол сөздерді оқисың, білесің, жаттай аласың және сол сөздерге сүйеніп іс қыласың. Оның ақыл өсиеттерін пайдалануың қажет. Есіңде болсын, мен өткен халифалардың қисса, дастандарын да оқығанмын. Бір күні Махмуд халифа Анушираван әділдің қабірін көру үшін барады. Оның құлпытасына ұзақ бір қисса жазылған еді. Махмуд оның мүрдесін ашып көрді. Анушираванның денесі бір тақтаның үстінде топырақ болып жатыр екен. Тақтаның үстіндегі құлпытас дуал қабырғасына орнатылып, бірнеше сөз Пехлеви тілінде алтынмен жазылыпты. Махмуд Пехлеви тілін жетік білетіндерді шақыртып алып, олар жазылған хатты оқып, араб тіліне тәржіме етеді. Бұл тәржіме ажам халқы арасына кең тарап кетеді. Ол жазылған таста мына бір сөз айтылыпты. Тірі уақытымда, патшалық құрып тұрғанымда, Құдайдың жаратқан пенделерінің бәрі бағынышты болып, әрқайсысы тек менің жарлығыма сай қызмет істеп, тек менің билігіме сай үлесін алатын еді. Мүсәпірлік уақыт жетті. Енді бұдан басқа лаж таппағандықтан, осы сөздерді құлпытастың бетіне алтынмен ойып жаздым. Егер кімде-кім мені зиярат етіп келсе, осы жазылған сөздерді оқысын, білсін, және бұл сөздер пайдалансын. Менің бұл өсиетім зиярат етіп келе жатқан кісінің қадамына сыйлаған сыйым болсын, депті. Анушираванның үгіт насихаты мына төмендегілер еді.